Балалар, бізде қандай қазір сабақ? Дүниетану, дұрыс айтасыңыз. Дүниетанудың сабағына бесінерге қандай үй тапсырмасын бердім? Айнель айтыңызшы, үй тапсырмасын не? Жеті атаны жаттау. Жаттап келдіңдер ме балалар? Иә. Мен қазір сіздерге бұндай қағаз таратамын. Сіздер осыған жеті аталарыңды не істейсіңдер балалар? Жазасыңдар, иә? Жаза қойыңдар. Сосын үй тапсырмасын мен сендерден сұраймын. Айнель, жеті атаңды айта ғой. Жақсы. Ал, жақсы балалар, қане қошемет. Жақсы жауап берді, иә? Отыра ғой. Ал, Әлиби келе ғой. Әлиби, айта ғой жеті атаңды. Асқарата, Сабырғожата, Мұқалата, Сұлтанахмет, Балбақты, Ақжол, Қандай. Жақсы, керемет. Қане балалар, қошемет қылайық. Жақсы жауап бердің, Әлиби. Отыра ғой. Ал балалар, енді қане осында ортаға келіңдер маған. Себеттен кәмпит алыңдар. Осы кәмпиттің түрімен түсімен бөлінеміз. Екі топқа. Қалап айналамын. Отырыңдар. Отыра қоясың. Көп кісілер және көрсетіңдер. Бірінші топ болады. Бұл топ бізде қалай аталады балалар? Тұлпар тобы деп аталады екен. Екінші топ бізде көкпар тобы деп аталады екен. Жақсы. Кәмпиттерді жеп қойыңдар. Қағазды жинақтар. Балалар, спорт дегенді қалай түсінесіңдер? Спортқа не жатады? Денсаулық. Спортпен не істеу керек балалар? Спорттың қандай түрлерін білесіңдер? Жақсы, керемет. Балалар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы. Спорт, денсаулық, кепілі. Спорт, денсаулық, кепілі екенсіңдер. Жаңа тақырыбымыз спорт, денсаулық, кепілі. Балалар, сабақтың мақсаты спорт түрлерін топтастыру. Спорттың қандай да бір түрімен айналысу үшін қажетті негізгі және өзінің бойындағы қабілеттеріңді анықтау. Өз бойларында. Қандай спортпен сендердің қатысқыларың келеді? Қандай спортшы болғыларың келеді? Қысқы спорттың түрлерін, жазғы спорттың түрлерін ажырату. Сурет. Топқа бөлініңдер осындай. Сол енді екі топ арқылы сол спорттың түрлерін ажырата білесіңдер ме сендер? Қысқы спортты, жазғы спорт. Түсінді ме? Сол осы мақсатқа біз жету керек. Алдымызға қойған мақсатымыз осы. Түсінді ме балалар? Мына жерде суретте қандай спорттың түрлері бар? Соны айтып шығыңдаршы маған. Біріншісі. Қалай? Айнель айта ғой. Екіншісі. Ауыр атлетика. Орнымыздан тұрамыз балалар. Үшіншісі. Жүзу. Ал төртіншісі. Жүгіру екен. Жақсы, керемет. Жақсы жауап бердіңдер. Жақсы. Екі топқа да мен сендерге күлгіш беремін. Жеңгендерің үшін. Я балалар? Жақсы. Сендер де жақсы жауап бердіңдер. Осы қандарын жатырыңдар. Ортаға қойыңдар. Ортаға қойыңдар. Бағалаймыз, біздің спортшыларымыз қазақ елінің, қарап шығайық, қандай біздің осы Қазақстан елінің жеңген спортшыларды көрсетеміз. Алтын медальға жеңген. Бокс.
Қазақстан елінің атақты спортшыларын білдік қой, көрдік қой. Енді қазір мен сіздерге мындай сұрақ қойғым келеді. Осы біздің ауыл, Балқашын ауылының қандай спортшыларын сіздер білесіңдер? Естігендерің бар шығар. Кім біледі? Келе ойнайды, айта қойшы. Сен қандай спортшыны білесің осы Балқашын ауылдан? Қандай? Айта қой, сыныпқа қарады, айта қой. Қандай? Чемпион шаңғыдан. Неден? Шаңғыдан. Шаңғыдан чемпион екен. Ой, керемет. Ал балалар, қошемет қылайық. Отыра ғой. Ал енді кім біледі? Микрофонға жауап береді. Әлі би жауап береді. Айта қой, әлі. Стай ғой микрофондан. Айта қой. Мухин Александр чемпион шаңғыдан Қазақстанда және Пекинда жеңді. Ой, қалай жауап берді, жақсы, керемет. Кәне қошемет жасайық. Ал ендігі мында жауап береді. Жауап бере ғой, Нұрхан. Қалиақбаров Илья чемпион Қазақстанда қол күресінен. Қол күресінен екен, тамаша, жақсы. Қандай спортпен сендердің шұғылданғыларың келеді? Соған жауап беріңдерші маған. Ал Самира, қандай спортпен сен шұғылданғың келеді? Мен гимнастиканы таңдаймын. Қандай нәтижеге жеткің келеді, Самира? Чемпион болғым келеді. Ой, керемет, жақсы жауап бердің бе, Самира? Кәне қошемет қылайық. Жақсы. Ал енді Айнеля, сен қандай спортпен шұғылданғың келеді? Баскетболды таңдаймын. Қандай нәтижеге жеткің келеді? Баскетболист болғым келеді. Ой, керемет, балалар, кәне қошемет қылайық. Жақсы жауап берді. Ал Асан, сен қандай спортпен шұғылданғың келеді? Мен футбол таңдаймын. Сосын кім болғың келеді футбол таңдасаң? Тренер болғысы келеді. Кәне қошемет жасайық. Жақсы. Ал Адель, сен қандай спортпен шұғылданғың келеді? Мен гимнастиканы таңдаймын. Қандай нәтижеге жеткің келеді? Мен сұлу болғым келеді, чемпион болғым. Ой, керемет, кәне қошемет жасайық. Ал Әліби, сенші? Мен күресті таңдаймын. Қандай нәтижеге жеткің келеді? Мен мықты болғым келеді. Мен чемпион болғым келеді. Ой, керемет, кәне қошемет. Мен сендерді қазір екі топқа бөлдім. Енді осы екі топтың ішінде қазір топпен жұмыс істейсіңдер. Сендер білесіңдер ме екен, жазғы спорт түрлері және қысқы спорт түрлері. Соны анықтау керек. Қазір мен осындай сендерге қағаз берем, сосын суреттерді берем. Осы қысқы спорт түрлеріне желімдейсіңдер, қысқы спорттың суретін, екінші жазғы спорттың түрлеріне желімдейсіңдер. Түсінікті ғой, иә? Уақыт берем сендерге. Уақыт берем, 5 минуттай уақыт. Орындандар. Орындандан тұруға болады балалар. Бір-біріне көмектесіңдер. Қандай топ бізде бірінші жеңді? Тұлпар тобы жеңді. Жақсы, керемет. Ал екінші бізде топ орындалады. Бірінші қысқы спорт. Астына көрінсін. Екінші бізде жазғы спорт. Отырады. Ал, балалар, тексеріп шығайық, дұрыс па екен? Бізде қысқы спортта не? Хоккей, дұрыс айтасың. Жазғы спортта? Баскетбол. Волейбол. Теннис ойнап жатыр, иә? Велосипед. Екінші топ, иә, балалар? Ал балалар, орнымыздан тұрайық, сабақта кішкене демалайық, сергіп алайық. Қайда сергіту сәтімізді айтайық? Спорт өмірдің, спорт досың серігін, жатырсан шыңы боласың, шынығып өсіп толасың. Қане тағы да айтайық? Спорт өмірдің, спорт досың серігін, жатырсан
сыныпташындар, қазір дәптермен жұмыс істейміз. Бұнда балалар, бұл дәптердің тапсырмасы сендерге қысқы түс дөңгелекті көкпен бояйсыңдар, қысқы спортты, ал жазғы спортты қызылмен бояйсыңдар. Бояй қойыңдар, қарындаштарыңды алыңдар. Бояй қойыңдар, қарындаштарыңды алыңдар. Асан да сүресің. Боятқан алып жүреді. Ал балалар, дәптерлерімді ашыңдар, мен қарап шығайын. Жақсы, Әліби дұрыс. Самира, дұрыс. Керемет. Ал сендер, Асан, дұрыс. Айнелі көрсете ғой. Дұрыс дәптерімді. Жақсы. Нұрхат. Жақсы, дұрыс. Аделяны қараймын. Аделяны тоже дұрыс. Рахмет, балалар, керемет. Балалар, енді қазір пантомима көрсетесіңдер, қозғалыспен спорт түрін. Түсінікті ма? Айтпайсыңдар, просто көрсетесіңдер. Қане? Келе ғой, Аделя, шыға ғой, әншігі ортақта ғой. Көрсете ғой балалар. Баскетбол. Жақсы, отыра ғой, керемет, дұрыс. Есі кім келеді? Самира келе ғой. Футбол. Дұрыс па? Жақсы. Отыра ғой. Әліби келе ғой. Көрсете ғой. Крес. Дұрыс. Дұрыс дейді. Керемет. Рахмет, Әліби. Отыра ғой. Керемет жауап берді. Айнелі айтты ғой, е? Айнелі көрсете ғой. Келе ғой. Гимнастика ма? Гимнастика ма? Коньки дейді, дұрыс емес, е? Айта алмадыңдар. Жауап берді өзі. Коньки дейді. Нұрхат келе ғой. Теннис. Дұрыс па, Нұрхат? Келе ғой, маған келе ғой. Жақсы. Қане қошемет қылайық. Сонымен қалай ойлайсыңдар? Біз сабақтың мақсатына жеттік па? Бізде қандай мақсат болды жетуге осы? Нені біз білдік? Бір адам айтады? Спорттың түрлерін білдік. Адам спортпен шұғылданса, Әліби орнынан тұра қойшы, айта қойшы. Қандай болады? Үлкен болады. Дені? Қандай болады? Денсаулығы қандай болады, балалар? Денсаулығы жақсы, мықты болады. Отыра ғой. Ал сонымен тағы да нені білдік? Спорттың түрлері, қандай түрлері бар екен, Нұрхат? Футбол, баскетбол, хоккей, теннис. Дұрыс. Енді қысқы спорттың түрін біз білдік пе? Аделя? Қысқы спорттың түрін білдік пе? Қандай қысқы спорттың? Жақсы, отыра ғой. Ал Самира, жазғы спорттың түрі қандай? Жазғы спорттың түрлері қандай? Футбол, велосипед пен жүзу. Сосын? Суда жүзу екен, отыра ғой. Жақсы. Сонымен балар біз спорт түрлерін ажырата білдік. Спортпен адам дені сау болады екен. Қандай? Спорт дегеніміз не? Тақырыбымыз қалай айтып тұр? Спорт саулық еді. Деніміз қандай болады екен? Сау болады денсаулығымыз. Спортпен не істейміз енді? Шұғылданамыз ба? Қане дұрыс толық жауап беріңдер. Спортпен шұғылданамыз. Керемет. Сонымен бізде бірінші топ қандай топ? Тұлпар. Екінші топ? Тұлпар. Енді қане біз шешейік.
Бізде бірінші топ па, екінші топ жеңді ма осы сабақта? Қалай ойлайсыңдар? Нешінші топ асан? Бірінші топ жеңді дейді. Ал бірінші топ жеңген үшін біз не береміз? Кубок береміз. Ал қошемет жасай. Келіңдер, топ басшылығым, келіңдер. Топ басшылығым бізде. Самира, Ганя қошемет жасай. Қошемет жасай барамыз. Керемет, отыра ғой. Екінші топқа да біз кубок береміз. Екінші орын. Бұл қандай топ біз екінші орын? Аха, топ бар. Келе қойыңдар, асан келе қой. Екінші топ. Кәне қошемет жасайық балалар. Ой, аха, керемет, Кәне. Жақсы, отыра ғой. Аха, не деп айтамыз? Балалар, енді қазір біз кері байланыс жасаймыз. Осы сабақтан сендер не түсіндіңдер, қалай қолданасыңдар, білдіңдер ме? Соған қазір сендер кері байланыс жасайсыңдар. Сендердің алдарында күлгіш жатыр, е? Сол күлгішті не істейміз? Жабысырамыз. Бірінші топ бар да, бірінші жабысыңдар. Бірінші топ бар да, сендер. Жақсы, отыра ғой. Аха, екінші топ барыңдар. Жақсы. Кері байланыстамын, я? Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнады ма? Сабақты түсініңдер мақсатына жеттік деп ойлаймын. Кері байланыстарың жақсы сендерге жауап бердім. Енді сендерге қазір күнделіктерінің ішінде үй тапсырмасы берді. Қандай спорт сендерге ұнайды, сол спортты өздерінің түрін алып, өздеріне белгілеп алып, ажыратып, оның қандай мақсатына жетуге шығарма жазып бересіңдер. Қандай мақсатына жетуге, мысалы, волейбол алсаңдар, әлде хоккейді алсаңдар, қыздар гимнастиканы алсаңдар, соның мақсатына жету үшін шығарма жазып бересіңдер. Қандай мақсатына мен осы спортқа мақсатына жететіндерімді білдіріп жазып бересіңдер.